Жасым 40-тан асты. Әкем 15 жыл бұрын қайтты. Сағынам әкемді, түсіме де кірмейді. О дүниеде кездесеміз бе дейді. Сөзсіз кездесесің, бірақ кездескен жерің жәннат болсын деп сұра. Жақсы жерде кездесейік деп сұра. Азапта сұранып қалма, кездесіп қалмаңдар жаным. Ол үшін сен кішкене мына өмірде, Талғатжан, өмірді түзет. Туалет пен ванна бізде бірге, намазға дәрет алу дұрыс па? Дәрет алмай қойын деп пе? Неге мен намаз оқымаймын? Неге туалет пен ванна бірге бізде? Рахат, онда алмаймыз онда. Онда барлығы намаз, туалет ваннасы бірге барлар, намаз оқымай қойды? Қалай болады өзі? Өзің ойланып көрші. Дәрет аласың, конечно. Туалет бола ма, ванна бола ма, унитаз бола ма, биде бола ма, бәрібір аласың. Бірақ бұл жерде бір мәселе, дұға оқи алмай қалатын шығарсың. Дұға оқу міндет емес өзі. Бірақ дұғаны оқысаң, сауаптырақ болады дейді. Әрбір мүшені жоғанда ла хаула ва ла қуата деп айтып, билля илля билля деп білсең, бисмилля деп соларды айтамайсың. Қасында туалет тұрса. Сол үшін үй салған адамдар, болашақта пәтер алатын адамдар, ана туалет пен ваннаның ортасы бөлінгені жақсы болады. Өз қазір біздің бүкіл құрылыс компаниялары гостевой отдельный туалет жасап жатыр. Кішкене бақуатты болсаң, одан кейін балалардың әжетханасын отдельный жасап жатыр. Сол өте дұрыс. Мүмкіншілігі болса сондайға жетіңіздер. Құдайдан сондай сұраңыздар. Яки болмаса ортасын кем дегенде бір нәрсемен ширмамен бөліп қою керек. Ана ваннада мынандай бір тартып қоятын нәрсе бар ғой, сондай болу керек. Жақсы болады. Өйткені біреу қол жуып отқанда, біреу туалетте отырған, сен ыңғайсыз ба? Мысалы мен қол жуайын десем, біреу унитазда отырады, ыңғайсыз ғой. Сол ортасы біреу қол жуады, кіріп шыға береді. Мына жердің ортасында есік болса, ғажап дұрыс болады. Кейбір мешіттерде де сондай емес. Мына жерде жаңа туалет тұрады, мына жерде қол жуатын ғой, әдепсіз. Соны бөлу керек ортасын. Тахаджуд намазына қамат түсіріледі ме дейді? Жоқ, жан түсірілмейді. Балам 4,5 жаста. Әкесі бізден бас тартты. Бізден дегенде імен жазылады. Бізден бас тартты. Бала туылмай тұрып, қазір тұрмыс құрайын деп жатырмын. Супер. Балама екінші рет азан пері шақыруға шақыруды, переформатировать етуге дегендей ғой. Бола ма? Қазіргі әкесі болатын адам отчествосымен дейді. Сен асықпа. Баланың атымен алсықпа, Сол қазіргі кездескен адамымен өміріңді жақсылап байла. Сол адамға бағыттал, сол адамға бет бұрсын. Сол бала 4,5 жастағы балаңа қамқоршылығын көр. Кейін уақыт көрсетеді, асықпа. Қазір ауыстырып алып, кейін ол ондай сен ойлағандай болып шықпай қалып ол еркек. Бәрібір бірінші еркекпенен екінші салыстырасың сен. Мынау былай істеуші еді, мынау былай істеп жатыр, мына жағынан келіп еді, мына жағынан келіп жатыр, мынандай джентльмен еді, мынандай еді деп айтып салыстыру болады бәрібір. Бәрібір болады. Сондықтан да сол бірінші мынаған үйреніс, даже шариғат бойынша сен осы екінші адамға күйеуге шыққаныңда мына 4,5 жастағы балаңды нағашылар алып қалу керек. Пока сен мына адамға үйленгенше, бұл кәдімгі шариғаттың талабы саған. Сондай ереже бар. Мына адамға үйленуің керек. Ортаңда бала болса, сен балаңа қарайсың, еркекке қарай алмайсың. Сен әбден осы кейінгі қосылатын ер азаматпен ортаңды реттеп ал. Содан кейін барып, жаным, балаңды алдырасың. Балаң содан кейін көресің, бұл әкелік орнына жүре ала ма, жүре алмайтын адам ба? Мәселе осыда. Аға, сізге Алла күш-қуат берсін, рахмет. Алтыным, күнде таңертең сіздің эфирге кіремін. Өте жақсы. Арнайы хабарлама келетін қылып қойдым Инстаграмда. Күнде кешкі түрлі сабақ аламын. Психолог коучтардан тыңдап басым қатып кетті дейді. Дұрыс. Ана подписаться дегенді басып қойда, соның уведомлениесіне басып қойсаң, әр кірген сайын сізге не келіп тұрады. Ондайлар бар. Қазір соңғы уақыт өздеріңізді көріп жатсыздар ғой. Бір нәрсе болса ажырас, бір нәрсе болса семьяң таста, бүйткен болса бүйт, сөйткен болса сөйт деп балалардың да жүйкесін түзейміз деп бұзып жатқандар бар. Бізге батыстың өмірін, батыстың болмысын алып келіп жатқан психологтар, сол сияқты коучтар, сол сияқты кейбір діни радикалды ұстаздар бар бізде. Оны мойындау керек. Осы радикалды уағыздардың нәтижесінде қазақи болмысымызды бүлдіріп, оларға дұрыс жауап бере алмай, сөйтіп қазақи болмысымызға немесе қазақтың құндылығына, киіміне, сөзіне, амалына, тірлігіне, салт дәстүріне, ғұрыптарына, үрдістеріне қарсы шығып жатқан жайттар өте көбейіп бара жатыр. Сондықтан бұндай нәрселерден алыс болыңыздар. Бұған мемлекетіміз тиісті шектеулер беріп жатыр, береді де.
сондай ұстаздар өзгеру керек. Сондай елді айтқанда қою керек. Қоймаса заңның күшімен, қылыштың күшімен тоқтатады. Бәрібір тоқтатамыз. Неге? Ондай болмайды. Біздің ұлтымызды, тілімізді бұзудың қажеті жоқ. Бізге арабтың салты керек емес. Бізге қазақи болмыс керек. Одан кейін бір Құранымыз бар, пайғамбардың сүннеті бар, ұлтымыздың дәстүрі бар. Осымен үйлеспеген дүниелерді біздің елімізге жат, теріс, дұрыс емес деп қабылдаймыз. Және ол қоғамның да айыптауын табады. Сондықтан діндар болатын болсаң, дініңді айт, дәретіңді айт, қазақтың салт дәстүріне кірме, басыңды қатырма, кірмейтін жерге кірме, өзі мұрынды тықпайтын жерге тықпа. Қолыңнан келмей ме жеткізу, тыныш отыра бер. Жастар мен жастарды тек қана Құран жаттау керек деп, қазір қари деп біздің кейбір балаларды оқудан алып қалып жатқандарыңыз бар. Осы дұрыс нәрсе емес. Қарилық, машалла, Құдайдың берген жақсылығы. Бірақ ол сабағына кедергі болмау керек. Ертең бала қари болып шыққаннан кейін Құранды сатып жей ме, не дейді? Өмірді қалай өмір сүреді? Сондықтан балаларыңызды мектепке, ғылымға, білімге, ертең іші ауырса, Құран қариға бара ма, молдаға бара ма? Аппендицит болса, кімге барады? Ұстазға бара ма, жоқ, коучқа бара ма? Кімге барады? Психологқа бара ма? Сол үшін бұндайларды психиатрға апару керек. Осындай дәріс беріп жатқандарды. Бұл дұрыс емес. Біздің қоғамымызды, ортамызды бұзудың бізге қажеті жоқ. Сондықтан балаларымыз оқу керек, білім алу керек. Сол молда болу үшін де білім керек. Тупой молда болмайды. Тупой молдасын жеткізе алмайсың. Сол шариғатыңды айтам дейсің, елдің бәрін бұзып тұтынасың. Сондайлар анау. Оқығандар не мектепте дұрыс оқымаған. Школда 2-ге оқыған двоечник, троечниктар солар басымызды қатырып жатыр. Құптан намазың алдындағы 4 рекат сүннетін оқу қажет па? Бұл сүннет емес, бұл мұстақап намаз. Оқысаң жақсы. Оқымасаң ештеңе болмайды. Алла кешірсін деп кухнядан дәрет аламыз ұстаз дейді. Дәретханадан алсаң болмай ма не? Неге сіздер осы тақуа болғанда осылай тақуа болып кетесіздер? Анау самолеттегі қол жуатын жері бар да, раковинасы. Сол жерге қолдың өзі әрең сияды. Біздің ана тақуа болатындар Меккеге бара жатқан кезде өмірі дәрет алып жүрмеген біреу өзі. Сол Меккеге барған дәрет ал дегенде, ана самолеттің қол жуатын жеріне аяғын тығып жібереді. Қалай тығып жіберетінін түсінбеймін әйтеуір. Унитазға тығып жіберемін әйтеуір, аяғын жуып шығады сол. Өзі бір замыкат етпейтін жерде замыкат етіп қалатындарымыз бар. Сол ваннаның ішіне дәрет ала бер. Ваннаның ішіне аяғыңды созда, соның ішіне ала бер. Керегі жоқ, кухнядан дәрет алынбайды. Бұл әдепсіздік болады. Енді сәпсе мүмкіншілік болмай, намаздың уақыты шығып тұрса, үйдің иесінен рұқсат ал. Рұқсат па де. Өйткені кухняда дәрет алу, ана мегацентр деген сияқты жерлерде, содан кейін барып анау балалардың кішкентай қол жуатын жерлеріне аяғын тығып жіберген бейәдеп адамдар бар. Бұл әдепсіздік. Қойыңыздар ол нәрсе. Діннің сіздер тақуалығын алам деп, болмысымызды, табиғатымызды өзгертудің қажеті жоқ, заңға қарсы шығудың. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мысалы айтайық, сүннет, сақал қою еркекке сүннет. Бірақ осы сақалдың пайғамбар саллаллаху алейхи сүннеті дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи әдепті, дәстүрді, біреуді құрметтеуді, көңілге қарауды да сүннет екен білмейсіздер ма? Жолдасым араққа көп беріліп кетті. Қанша әрекет істеймін қойдыруға, еш болмай жатыр. Сол мас кезінде менімен жасамаймын дейді. Намаз оқыңыз. Сіз намаз оқыңыз. Құдай жүрегіне берсін. Тахаджуд намазын оқу үшін міндетті түрде ұйықтап тұру керек па? Ұйықтап тұрсаң жақсырақ болады, сергек оқисың. Ұйықтамаса да болады. Бала 3 жаста, бірақ тілі шықпай жүр. Соны нағашылары қой сойып, ішегімен бауыздап, ырымын жасау керек дейді. Сол қаншалықты дұрыс дейді. Осындай салт бар, ана бала сәл қылқынағыңыз, деп шыңғырып сөйлеп кетеді деген әңгіме. Енді ол жерде мәселе қылқындыруында емес, мәселе дұғасында. Аға, кезінде намаз оқығам, енді қайта келгім келіп жүр. Ішімде қорқыныш бар, соны тастап қоям ба деп. Сен қазір оқымағаннан қорқ. Оқымай өліп қалсам не болады деп қазір қорқ. Сен бастай бер. Ал ар жағын Құдайға табыста. Сен суды терең бе, терең емес пе деп отырсың да бүйтіп. Таяғыңды малып көрді, өтіп кете бер, болды. Тәуекел етіп. Баста намазды, алтын баста. Тем более кезінде оқыған екенсің.
мұғыни есімін жетіре дем салып су ішу қаншалықты жақсы дейді. Жақсы ғой, сол мұғыниден өміріңде шарт болса, сол мұғыни деген атты Алланың мұңсыз, ешқандай қажеті жоқ, ешкімге қарамайтын, еш нәрсеге мұқтаж болған Раббыңның атын айтып, Алланың 99 атын айтып тұрып, су ішесің ба, өзіңе дем саласың ба, бола береді. Бірақ жүрегің қандай? Дәрет алған кезде жүрегің таз, бірінші жүректі жу дейді, бірінші бет қолың жума дейді, бірінші мына жақты жу дейді. Екінші дәрет алғанда көрдіңіз бе, бірінші қолың жу дейді, қолың таза болсын, ешкімді ұрма. Одан кейін аузыңды жу дейді, аузыңмен боқтама, жаман сөз айтпа, өсек жаман хайбат сөз айтпа. Түсінікті ма? Міне осыған келу керек. Сіздің анау мұғыни деп айттың, одан су ішіп алдың, жұмысқа барып тұрып, бәрін жақсылап тұрып боқтадың, өсекті сапырдың, ананы сүйреп апарып тастадың мұсырға, ананы одан алып келдің, алып келмейсің көбінесе, мұсырға апарып тастаймыз бәріміз. Содан кейін істегенің алаяқтық, алдағаның, істегенің жүріс-тұрыс, содан кейін я мұғыни десең. Алла тағала өз айтпай ма, ей кәззап, ей оңбаған бетсіз, ей қара бет, не істеп жатсың сен? Демей ма? Мысалы, Алла тағала ғани, бай. Мұғыни дедің, Алла тағала байлықтың иесі. Соны айта берсен, байып кетем деп отырсың ба не? Өзің еңбегің жоқ, талпынысың жоқ, ұмтылысың жоқ, тірлігің жоқ, бірақ айтып жата бер. Алла тағала ғаниюл кәрим, Алла тағала ғаниюл мұғыни, Алла тағала байдың байы, Алла тағала жомарт. Байын деп отырсың ба сөйтсең? Жоқ, ондай болмайды жан. Я с вами хочу поехать в Умру в сопровождении мужа. Планируете ли поездку? Да, однозначно. Наберите по номер телефона потом 2211. Это колл-центр компании Hikmet Travel. Обратитесь сюда, они собирают группу. Можете в эту группу записаться и по воле Всевышнего, иншаллах, поедем. Дату они сами скажут. Намаздан кейін аятыл курсі оқып таспы тарту міндетті ме? Асығыс болса, аятыл курсіден кейін дұға жасай берсе бола ма? Асығыс болсаң, вообще аятыл курсінде оқымай тұрып кете берсең болды. Ассаламу алейкум рахматуллах дейсің, тұрып кете бересің болды. Асығыс болсаң. Сол кетіп бара жатқан кезде дұғаңды айта бер. Алла аятыл курсini ішіңнен оқып кете бер. Таспыны ішіңнен тартып кете бересің. Отырып алып тарту шарт емес. Асығыс болсаң. Аға, түсімде бетіме үлкен тесік пайда болыпты, неге жорысам болады? Жақсылыққа жормайық қой. Адам жерленген соң 40-на дейін Құран аударама, әлде бір күнде аударған дұрыс па? Қариға байланысты. Қари деген балаға байланысты. Қари қандай оқиды? Скоростной оқыса, жақсы оқитын болса, білімді болса, тез оқиды. Енді ежіктеп оқитын молда болса, бір ай оқиды как раз. Үйді адыраспанмен аластағанда кейбір бөлмеден қап-қара түтін шықты дейді. Ол нені білдіреді дейді. Кислородтың аз екен білдіреді. Оттегі аз, көмір қышқыл көп екен білдіреді. Баяғыда біреуге сол бөлмеде көбірек ұйықтағансыңдар деп айтайын деп едім. Или ана бір қыздың атын айтып келіп тұрған жоқ. Бір қыз бар бізде, жел шығаратын. Сол бөлмеде сол қыз жатқан шығар деп айтып едім баяғыда. Сол сияқты нәрсе енді ол. Мән бермеңіз оған. Аға, сіз үйленгенсіз ба дейді. Үйленмесем не істейін деп ең? Тиіп алайын деп ең. Саламатсыз ба? Мүшел жез 49-да шыға ма, кіре ма дейді. Кіреді. Ұстаз, келінім үйден кетіп қалғанына біраз болды. Алимент алып отыр. Енді баланы көрсетпейді. Қандай кеңес бересіз дейді. Көрмей қойыңыздар. Көрмей қойыңыз. Баланың жүрегін ауыртып, түсініп отырмын сағынып атқаныңызды. Бірақ бермесе, сол баланы шырылдатып үйіне алып келіп, бүйтіп алып келіп үйге. Содан кейін оны жамандап, мамаң сенің оңбаған, өзі кетіп қалған деп, оның миына құйып, одан кейін ол мамасына барып, мама сендер тағы жамандап, баланы жынды қыласыздар да. Бала итак қалыптаспаған баланың жүрегін ауыртып қайтесіздер, айтшы. Сіздің істеген жақсылығыңыз, балаға ақша жинаңыз. Балаға ертең ақша керек болады. Өскеннен кейін келеді бәрі. Ат айналып қазығын табады. Сондықтан қазір оны травмировать етпеңіз. Өз түсінеді. Итак, мамасы оңдырып атқан жоқ шығар сіздерді. Сондықтан енді алып, жоқ, олай емес, бала келіп сізден сұрайды, мамам бүйтіп айтты деп, сөйтіп айтты ма, оңбаған. Сенің мамаң өз жүргіш, келін ол оңбаған болды. Сен папаң не керегі бар оны. Одан кейін ол балаң үйленген шығар уже.
Енді үйленгеннен кейін мына жақта келіннің жүрегін тағап отырасыз. Ана баланы алып келді, ертең сол қатынына қайта қосайын деп жатыр деп, мына жақта келін жүрегі ауырады. Одан кейін оны айта бермеңіз, кетіп қалған келіннің баласына. Мына жақтан жаңа өмір басталса, жаңа өмір жаңа парақтан басталу керек. Сол сияқты еркектер екінші қатын алған кезде бірінші қатыныңызды айта бермеңіз. О мындай болған, сондай болған. Кетті ме, кетті, болды, все. Бүгін бір әжеміз қайтыс болды, иманды болсын. Оны байқамай иманды болсын деп кіші қызына жазып қалып едім. Ол мама больницада дейді. Естімеген бе, білмей қалдым. Сол үшін кінәлі болмайын ба, білмей қалдым. Жоқ, білмейсіз. Кінәлі емес. Естімеген ғой ол. Мен жүктімін, кішкене мазам болмай тұр. Қандай сүре оқысам болады? Bir бата беріңізші дейді. Аман есен аяғын қолын жинап ал, дәрігерге көрін, жаным угроза болмасын. Шошаңдамай тыныш отыр, дәріңді ішіп үйде тыныш отыр. Ішіңді ашып алып, көрсетіп мені, алтыншы айдамын, ұл туамын, төмен жақта тұр бала деп. Тұрма, тыныш отыр үйде. Шошаңдамай, босанғанша. Намаз көп жылдар оқимын. Күйеуім қожа арақ ішіп кетті. Не істейін, дұға қыла беріңіз. Өзі ішеді. Ішсе сізге күйеудің арағы сіздің намазыңызға залалы жоқ. Күйеудің арағы сіздің намазыңызға залалы жоқ. Дәретіңізді аласыз, намаз оқи бересіз. Күйеуіңіз жүргіш, намаз оқи бересіз. Күйеуіңізге қатысы жоқ. Тек қана бір-екі моменттер бар. Мысалы айтайық, күйеуіңіз ауру жұқтырып келсе, сіз оның айтқанына мойынсұнуға құқылысыз. Сол моментінде. Болды, төсек мәселесінде. Басқа уақытта оған жауапты емессіз. Одан кейін жауаптысыз. Одан кейін арақ ішкен мәселеде. Арақ ішкен мәселеде, мысалы күйеуіңіздің арақ ішіп келді, аузын бәрі сасып арақ ішіп тұр. Баяғыда бір қыз айтыпты, осы бәлен үйленген бе? Білмейді ғой, енді жаңадан бір балаға үйленген, соны сүйсе көзі айланып кете береді екен асып. Сол докторға барған ғой, неге басым айланып, күйеуім сүйсем болды, басым айланып. Сүйсе күйеуің депті насыбай шегеді, насыбайдың ана сен мас болып қаласың деп. Сол сияқты күйеуіңіз арақ ішсе, сіз сүйсе, сіз сүйген жерді жуу керек боласыз. Дәрет алғанда жуасыз. Егер сүйсетін болсаңыз, онда сіздің намазыңызға залал келіп қалу қаупі бар. Өйткені аузындағы лас нәрсе сізге өтпеу керек, мәселе сол. Атак сізге намазға тікелей зияны жоқ. То есть ажырасып кету деген сөзді соған келтіргім келіп отыр. Байым ішеді деп ажырасып кетуге болмайды. Спальныйда айна болса, түнде жауып қою керек па дейді. Қорқақ болсаң жауып қой. Ұялсаң тоже жауып қой. Ар жағында біреу қарап тұрмасын, камераның ар жағында видеоларыңыз шығып кетіп жүрмесін. Сондықтан, бірақ айнадан ешкім қарамайды ар жағына. Қорқпаңыз. Ар жағына кино бір періштелер келіп айнадан қарап, не істеп жатыр деп қарамайды, қорқпа. Таң намазды бір оқып дейді. Бір оқымай жүрген қаншалықты дұрыс. Әлбетте, оқымай жатқанына күнәлі болады, оқығанына сауап болады. Бірақ бұлай оқығанша оқымай қой деген дұрыс емес, оқи берсін. Түзеледі. Жасым 44-те, 5-ші қызға аяғым ауыр, ештеңе етпейді деп көп айтады. Бұл ұл болмаса не болады екен адамдарға? Осы ұл болмаса, жаным-ай. Мен 52-де кісі босанған екен, азан айтып бердім. 52-де. 52 жаста. Так что, Құдай берем десе бере береді, жаным. Хайыр, 44-те босанып жатқан Құдай берген екен саған. Сен де енді жанкешті екенсің, 44-іңе келіп туа берген. Молодец. Қайтпа. Қазақтың санын көбейді. Күйеуің салихалы ұрпақ берсін сендерге. Молодецсің, Құдай берсін, денсаулығың күт. Нуран аға, меня во сне побил мой покойный отец. Я проснулась на слезах. Что это означает? Надо выходить замуж. 5 жастағы ұл баланы қалай тәрбиелейміз? Ұрыссам өзімді кінәлаймын, жалтақ болып қалмайма деп. Енді сіз бақырып ұрыспада. Енді 5 жастар болса ұрысқан осы екен деп, деп тұрып шыңғырсаң, одан ол тұрмақ байын қорқат жаным. Айтудың өзі бар ғой. Балаға қаттырақ айтатын уақыт болады. Қатты дегенде бақырмайды. Тәрбиелеп, әрбір нәрсені өзің істе, соң көрсет, айтып отыр. Бала бір айтқанда бүйтіп қабылдай беретін болса, өмір басқаша болады. Сол үшін бала тәрбиесі өлгенше жалғасатын бір үлкен бір шаруа. Бұдан биік нәрсе жоқ анаға.
Жер бетінде ананың бастық болып, успешный әйел болып, бизнесмен болып елді бағындырғаннан бір баланы тәрбиелеген анаға бүкіл дүниені бағындырғаннан артық. Бала ол балаға балаша подход. Одан кейін бір балаға қатты айтқан жүрмейді. Аға, люстраны үй сатқанда барлығын тастап кетуге міндетті ма? Залымда үлкен сыйлыққа келген люстра алдым өзіме. Шешіп алдым ба? Шешіп алдың ғой? Сатып алған адам оңбаған деді ғой саған. Бәрі лампочкасына дейін шешіп алыпты. Вообще копеечный екен деп айтты. Жаман айтты енді сені. Тиіспей ақ қой. Люстрамен нәсібің қалып қалмайды. Люстра қалда беру керек. Бірақ сұраған дұрыс. Сізге керек болса қалдырам де. Керек емес десеңіз шешіп алайын деп солай рұқсат сұрау керек. Егер жоқ қала берсін десе қала бересіз. Кейбір айтады жоқ қала берсін дейді. Онда тиіспе. Онда біреудің затын ұрлаған боласың. Ана алаяқтық қылмау керек та, мен саған үйді саттым, мен саған люстра сатқан жоқпын деп, кейбіреулер сөйтетін, мен саған диван сатқан жоқпын, мен саған үй саттым деп, сол анау бұның бәрі алаяқтықтың Алла жауап береді. Сол үшін келісілу керек. Үй мебелмен ба, жиһазбен ба, барлығын айтылып келісілу керек, сонда нақты болады. Аға, мен намаз оқып жүріп, аяғым ауыр кезінде оқи алмай қалдым. Енді намазды қайта бастай алмай жатырмын. Дұрыс тастамағасын, отырып оқи беру керек еді. Енді баста қазір. Үтір намазында құнут дұғасының орнына не оқыса болады, құнут жатқа білмесе. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар дегенді оқысаң болады, бірақ одан да жақсысы құнут дұғасын қағазға жазып алып, тамақ ішкенде оқи бер. Тамақ ішіп болғаннан кейін оқи бер. Туалетке кірердің алдында оқып ал, туалеттен шыққаннан кейін оқы. Соны жатар кезде оқысаң, сонда тез. Құнут дұға тек қана үтір намазының дұғасы емес. Құнут дұға деген қадір түнінде оқылатын ең патолог дұғалардың біреуі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям әйеліне өзі үйреткен дұғалардың қатарындағы ең үлкен дұғалардың біреуі. Сол үшін жаным, құнут дұғасының ең кәдімгі дұғалардың мәйегі, дұғалардың жіліншігі сол құнут дұға. Сондықтан оны әрдайым оқып жүріңіз. Мұхаммед Әмин деген есім қандай мағына? Таңдаулы, құпталған, қошталған, жақсат. Мәселе атында емес, мәселе тәрбиесіне тағы да айтам. 7 айлық бала ауыра берсе, дем салдырғаным дұрыс па? Докторға көрсетіп барып, дем салдыр. Мне уже 36. Я уже разочарована в замужестве. Прошу Аллаха. Нет, надо выходить замуж. Знаете, многие женщины ошибаются относительно мужчин, говорят, что все они одинаковые. Точно так же все мужчины ошибаются, считая, что все женщины разные. Теперь, вы здесь ошибка, выходите замуж. Если, конечно, есть человек. Балам онкологиямен ауырған еді. Қазір ремиссиядамыз. Аллаға шүкір. Бірақ іштей қорқыныш болады. Содан қалай арылсам болады? Баламды қатты жақсы көремін, еміренемін. Ол дұрыс емес, білемін дейді. Еміренеді кез келген ана. Енді баланы жақсы көрме деп айтамаймыз. Әкелер оны білмейді. Ана өзі туғаннан кейін әр балаға махаббатын беріп тұрып, әр балаға жаны қиналып тұрып, өзегі жарылып тұрып, еміреніп тұрып бала дүниеге алып келеді. Анадай жер бетінде балаға қамқор ешкім жоқ. Сондықтан сіздің еміренгеніңіз, жақсы көргеніңіз бұл нормальный нәрсе. Ол бір қорқатын дүние емес. Онкология жақсы көргеннен болады деген сөз емес. Жақсы көріңіз, балаңызды сылаңыз, сипаңыз, махаббатыңызды беріңіз, жақсы сөз айтыңыз, бірақ шектен шықпаңыз. Ол баланың аты ол бала бәрібір. Тым қатты есейіп келе жатқан баланы сүйе берген жақсы емес. Кішкентай бала кезінде өскеннен кейін болды, оны кішкене былай бөлу керек, төсекте де бөлу керек. Одан кейін енді балаңызға қазір сіздің еміренгеніңізбен бірге, құшақтағаныңызбен бірге дұға керек. Көп дұға қылыңыз. Намазда тұрып дұға қылсаңыз, басыңыз сәждеге қойып, тез қабыл болады. Иншалла балаңыз жазылады жаным. Малдарымыз шетінен ауырып жатыр, не істейік? Ветеринар шақыру керек. Жақсы ауданнан ветеринар шақыру керек. Соңын тиктокты көру керек. Тиктокта ауырып жатқанның бәрін диагнозы бар. Аусыл болып жатыр ма, қайсысы болып жатыр, барлығын қарап емдейсіз. Жақсы дәрілер бар. Оған жаңа дұға оқып, енді қой мен сиырға дем салып кетпейік та енді.
Можно ли на могилах убирать траву? Многие запрещают. Мы уже неоднократно об этом говорили. Мария, знаете, вот зеленотравие, да, нельзя вырывать, обрезать. Все, что зеленое, что растет, пусть растет. Единственное, относительно сухотравия. Сухотравие тоже желательно не трогать, но отчасти многие, те люди, которые приходят на кладбище, они бросают окурки сигарет. Либо в других случаях, в летние периоды, особенно кладбища в основном проходят на кладбищах возгорание. И вот эти вся сухотравие, сухостой сгорает. Мы неоднократно это тушили, вызывали пожарный наряд, поэтому в этом случае, чтобы вот эта оградка вся не сгорела, и либо не обретала такой сгоревший вид, да, лучше вот это сухотравие убрать. И убрать не в сторону соседа и куда-то вынести, и либо сжечь, либо утилизировать. И самое главное, во время, когда будете очищать, не знаю, там покраску делать, будьте осторожны, не давите на человека, то есть не стойте на его тело. Обычно в южных регионах Казахстана, когда хоронят людей, вот это сама по себе возвышенность, человек не лежит под этим. Человек лежит в основном в стороне ляхта, это правая сторона от вот этой возвышенности. Многие думают, что это именно похоронен здесь. Нет, не над этой могилкой человек. Человек в основном лежит, мусульмане хоронят с правой стороны. Она называется ляхт. А ляхт это переводится с арабского лежание на боку. Bir бас чеснокты блендерден өткізіп, малдың аузына аман шықты. Аға, түсімде постоянно келінімді ұра берем. Ол не мағына? Постоянно солай дейді. Тіл мағына. Үш-төрт күн оқылмаған қаза намазды, әр намазды оқып болған соң өтеуге бола ма? Мысалы, бесінде оқып, артынан бесін намазын оқуға болады. Болады. Тек қана бір намаз оқылмайды, әйелдердің таза емес уақытындағы намаздары қайтарылмайды. Қалған намаздарды оқи бересіздер. Оқылмаған. Одан кейін тәубе ету керек ондай намаздарға. Күйеуім намаз оқысам дейді, бірақ орысша оқығам қатты қиындау дейді. Сол тілінен келгенше оқи берсін. Үйренеді. Айжан, поддержка бер оған. Алдыңа тұрғызып қой. Күлме, мазақтама оны. Оқи берсін. Қате оқыса да оқи берсін. Атамнан қалған тәспи шығар, сығалып қалған. Атамнан қалған тәспи бар, сақталып тұр. 1983 жылы қайтқан атам. Тәспи менде сақталып тұрса, ештеңе болмай ма дейді. Болады, тәспи тартылу керек. Тұра берген не пайдадан? Шіріп кетеді, бұзылып кетеді, жоғалады, не пайдадан? Сол атаңның көзі, атаң тартты ғой. Сен де тартсаш, атаң оны сақтап қойған жоқ қой. Атаң тартты, тартқан нәрсе сізді тарту керек. Өз-өзіне қол жұмсап, дүниеден өтті, жынмен байланысты ма, әлде астма кесел ма, қалай ойлайсыз? Жынмен қатысы жоқ, оны жынға апарып байлаудың қажеті жоқ. Тағдыр дейміз, оны анаған апарып, мынаған барып, үйдегілерге не салудың керегі жоқ. Құдайдың тағдыр дейміз да, жаназасын оқып шығарып сала береміз. Бірақ енді үлкен күнәлі. Құдайдың рахымы шексіз деп айтамыз, болды. Оны жаңа мазақтап, даттап, оңбаған деп айтпаймыз, сол жерде. Әйелімнің сол жағы ауырып жүр. Көзі, зрение, қол аяғы артрит, кейбір адамдар көз тиген дейді. Мысалы, жарты жыл өтті, уже не істеуге болады? Өзім дем салатын дұғаларды суға оқып ішкіземін дейді. Жақсы, өз үшін дәрігерге жақсы көрінсін, Алла шипа берсін. Алла тағала қайта ауырған сайын оның жүрегінде дұғалар, тәубелері қабыл болып, тілектері қабыл болып, Алла тазартып жатқан шығар. Сондықтан ағатай, Алла шипа берсін. Қарайыңыз, дәл ауырған кезде көмегіңіз керек. Қазір сіздің елеңдеп құтырып кететін уақытыңыз емес, қарап, жәрдемдесіңіз. Сізге өмірін арнаған адамға сіздің көмегіңіз қазір керек. Сондықтан қасында болыңыз, өте жақсы нәрсе. Өзді оқысын әйеліңіз, айтыңыз, сәлем айтыңыз менен, Алла шипа берсін, отырып оқысын, дұғасын жасасын, Алла шипа берсін, дұрыс болады. Ал енді жаңағы оқып берем 300 мыңға, 500 мыңға оқимын дегендерге жоламаңыздар.
Астана десеңіз, Астанада қай мешітте отырасыз? Балам сізді қатты көргісі келіп жүр, Астанаға барайын деп жатырмыз дейді. Ақжол, аман-есен келіңіздер. Менің аккаунтымның басында жазылып тұр. Қай мешітте басыма, мұның адресі бәрі жазылып тұр. Жолды қалай ашуға болады? Алланың есігін қағумен ашасың. Ниетің, пейіліңді түзеумен ашасың. Реніш, өкпені басумен ашасың. Тәкаппарлықты төмен түсірумен ашасың. Осы нәрсемен жолың ашылады. Жолдасым қызғаншақ, сенбейді, әр нәрсеге тиісе береді, не істеуге болады? Повод бермеңіз. Повод бермеңіз, сіздікі жақсы деңіз, жақсы көріңіз, күйеуіңізге еркелеңіз. Демек, сізде мейіріміңіз әлі аз болып тұр. Көбейтіңіз. Еркек соны жақсы көреді. Мәйтке жаназаға дейін Құран оқи ма, әлде тек жаназадан соң ғана Құран бағыштауға бола ма? Бірнеше пікірлер бар. Құран оқыла береді негізі. Құран оқыса ешқандай проблема жоқ. Мәйіттің қасында Құран оқуға бола ма, қасында болмай ма, осы таласты мәселе. Адам өлу не обязательно Құран оқу үшін. Құранды оқи бер, тірі болсаң да оқи бер, өлсең де оқи бер, өліп бітсең де оқи бер. Құраннан проблема жоқ. Талас бар. Сіз айтқан мәселе, мәйіттің жаназаның қасында, мәйіт жаназаға дейін оқылса бола береді. Басқа бөлмеде, ана бөлмеде біз бәріміз оқып жатырмыз ғой. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дейміз. Бұл Құран дұғасы. Құран оқып жатыр деген сөз. Ал енді мәйіттің қасында өлген адамның сүйегі тұрып, сол сүйегінің қасында Құран оқуға бола ма, болмай ма деген ғалымдардың ортасында талас болған. Бұны біреулер мәйітті нәжас деп айтады, таза емес денесі дейді. Сондықтан болмайды деп айтқандар бар, жоқ болады деп айтқандар бар. Сондықтан бұл ғалымдардың ортасында талас нәрсе, бірақ біздің қазақты салтқа келейік. Қазақи салт бойынша дау туғызбас үшін Арабия оқиды, Түркия оқиды, басқа жерде оқиды, біздің басымызды қатырмай, Қазақстанда оқылмай ма? Оқылмайды, бітті, оқымаған дұрыс. Ана Иорданиядан оқып көп, бір жақтан келіп ана жақта оқи берейік, ана бөлмеде деп елдің басы қатпау керек. Әйелдер жаназаға тұру керек деп бір молда тұрғызған баяғыда. Бұл керек емес нәрсе. Бізде тұрғызылмаған ба? Тұрғызылмаған. Шариғатта тұруға бола ма? Тыйым жоқ. Бірақ біздің халқымызда, қазақ халқында өзінің қалыптасқан үрдісі бар, салты бар. Сол салтқа бойынсыну керек. Сонда діннің ішінде, ортаның ішінде іріткі тумайды. Мәселе осыда. Аға, жүктімін, қазір намаз оқи алмай жүрмін, жалқаулығым басым болып, отырып оқи бер. Қатты қиналсаң, оқу керек, намаз қалмасын. Балам өз-өзіне қол жұмсап дүниеден өтіп кетті. Не ойларымды да білмеймін. Өзімді іштей жеп уайымға саламын. Құлынымды мойындағым келмейді. Солай істеген не дейді. Енді алтыным болары болды ғой, енді оны қазір жегенде, мойындағанда, мойындамағанда пайда жоқ. Дұға қылыңыз, Алладан көмек, балаға көмек керек. Енді болары болды, Алла рахымын алсын. Құдайдың рахымы шексіз. Не болды, қандай болды, ол жерде қандай ненің әсері болды білмейміз. Аллахың рахымына салып қойыңыз, болды. Аға, балаларды еркелеткенде менің балам деген сөз айтқан қаншалық дұрыс? Кейде қорқамын, Алланың берген сый деп айтамын. Енді менің балам деп айта бер, ештеңе жоқ. Ода тұрған ештеңе жоқ. Енді сенің балаң ғой, сәсеттің баласы емес. Менің балам дейді. Ана кейбіреулер шектен шығып осындай сөздер айтып, ананы болмайды, мынаны болмайды, менікі емес, сенікі, Құдай сенің балаң. Бірақ бұл жердегі не үшін бұлай болмайды деген, анау қатты еміренген кезде менің баламнан басқа бала жоқ. Тек қана әлемде міне осындай халге жету керек. Көзіне көрінбей қалу керек басқа бала. Міне осындай халге жетіп, басың уже өз балаңнан басқа адамды көрмейтін болсаң ғана айтасыз. Басқа уақытта айта беріңіз, сіздің балаңыз. Ана күйеуімді атымен айтуға болмайды деген сияқты. Енді кім деп айтасың? Деп айтасың ба? Бізде анау кейде қумайтын кезде қуа береді. Күйеуінің атын айтуға болмайды. Кімді айтуға болады сонда? Мамасын, папасын айтуға бола ма сонда? Жоқ. Бұл енді тақуалық дейді. Тақуалыққа күйеуін сыйлаған кезде отағасы, отанасы деп ол кинода ғой, тек қана ол. Инстаграмда сондай болады, бір-біріне. Отағасы деп өтірігім бәрі. Сенбеңіз. Атын айта бер. Самылған, братан, демесем болды. Чай, братан, демесең болды. Одан да өтіп кетіп жатырсыздар ғой. Әшейінде ұрысқан кезде атауыңды шүкір деп жатсаң ғой, ештеңе жоқ. Оның қасына майыспай-ақ қойыңыздаршы, майыспайтын кезде. Үтір уәжіп намазы туралы түсіндіріп беріңізші дейді. Құптан намаздан кейінгі оқылатын 3 рекағаттық намаз. Ортасында құнут дұғасы оқылатын жерде тәкбір аласыз. Сол 3 рекағат. Интернетте бәрі бар. Атымен айтам күйеуімді дейді. Елдің алдында айтпауға тырыс. Кішкене ойнап қойсаң да елдің алдында.
Реке отағасы деп, ойбай, ол өйтіп қалса кімнің қатыны мына, ойбай деп, елдің алдында. Бәрі сол елдің алды үшін болып кетті ғой қазір. Сөйте бер. Инстаграмда біздің отағасы деп қой, болды. Кейін Инстаграм үлдігін шығарып аласың. Басқа мәселе ол. Таспит атқанда қандай сүремен тартылады дейді. Сүремен емес, зікірлерді айтасыз. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп айта беріңіз. Просто Құран кітапты ашып оқыса бола ма? Күшті болады. Өз бәрі просто оқиды. Не просто оқымайды, бәрі просто оқиды. Ашатты оқи береді, дәрет алып, сауап болады. Мән қараға мин китабиллахи фалаху ажруху. Кім Құран оқса, әрбір әрпіне сауап болады. Әрбір әрпіне сауап болады. Түсімде үлкен акула көрдім дейді. Жауап бересіз бе дейді. Акуланы суда көрдің бе, шейін көрдің бе? Елдің алдында отағасы деймін дейді. Ойбай, сөйте бер болды. Ол үйреніп қалды сондай. Ұрыспайтын болады. Қазір бәрі ел үшін болып кетті ғой. Анамның басына барғанда әңгімелескім келеді, сол болам екен дейді. Ол естімейді ғой. Анаң сенің сөзің емес, дұғаңа мұқтаж. Отырып алып, біз жақсы өсіп жатырмыз, бәрі нормальный. Немерең Руслан школда бітірді, грантқа түсті, 122 бал алды. Тағы не деп айтасың? Түсінбейді ол, естімейді ол әрбір. Оған керек жоқ, сен дұғаң керек. Әрбір сөзің дұға болу керек. Сәлеметсіз бе, ұстаз, күйеуім бір келіншекпен сөйлескен, ұнатыпты. 6 баламыз бар. Охо, сол келіншекке өлеңдер шығарған екен дейді. Оянып кеткен ғой. Сезіммен ойнама, оянып кетті, көрдің ба? Оянып кетсе десейсің ал. 6 балаңмен төбелесі бай беру, жан беру енді. Тыныш отырай бай дейсің, сотқа берем дейсің, өлтірем дейсің, қой дейсің, болсын қояды. Бәрін айтам, позорын шығарам дейсің. Тиктокқа салам де, сен де жүрген қатының өлең шығарғаныңды деп, ол сразу қояды. Қой, болды деп. Сен шұқи берме енді, балаларың көзі жайта берме. Енді болады еркекті сонда, замк айтып қаған ғой біреуді көріп. Сен 6 баламен басың қатып атқанда, ол мияқта кішкене басқа жерден бас қатып қаған ештеңе етпейді. Көрдің бе, жаман өлең шығып кеткен. Саған 6 бала туған, саған өлең шығармай, соған өлең шығарып жіберген. Жаман ол, жаман. Ақузубилля. Сен сондай кезде ақузубиллахи минаш шайтанир раджим деп сен айт. Ол да айтсын күйеуің. Сөйтіп намаз оқыңдар. Аға, мен намаздамын, бірақ өз жұртымда келін болып түскен жерімде достар арасында намазға келгендер мүлдем жоқ. Сондай ортаны қалай табуға болады? Мешітке барсаң, апалар бар, айлы қыздар бар оқитын, солар интернетте бар, ұстаздар бар бізде, сұмдық ұстаздар бар. Солардан тауысаң, жақсы араласасың. Аға, күйеуім измена жасады. Мойындады дейді, дейді, прокурор, мойындапсың ғой. Бәрін қалпына келтіремін деп жасап жүр бәрін дейді. Бірақ мен теріс айналдым. Не істесе де, көңілім қалғалы соншалық ішім күйіп барады. Алладан тілеп жатырмын, қайтар емес. 3 бала бар дейді. Түсінбедім. Қайтар емес деген не деген сөз? Нұр Мүбарак жамағатындамыз дейді. Супер. Сәлеметсіз бе, қайтыс болған 10-20 сияқты бірнеше жыл болуына ас беру туралы ойыңыз беру міндетті ме дейді. Жоқ, міндетті емес. Енді бұл неден шыққан, көп уақыт көрмей қалған әкелеріңіздің достарын, туыстарыңыздың басын қосып, бір жақсы сөздер айтып, балалар өсіп қалды. Өзіміз қазір бет көріспейтін болып қалдық қой енді. Өлген адам себеп болмаса қазір бір кездеспейміз. Туған күн еді, ол да жоқ қазір. Бара-бара бірін шақырмайды, бір-бірімен араласпайды, ағайынды үзіп сондай болып жатыр. Сондай кезде мынау осы астардың бір пайдасы бар. Бірақ жаңағы мақтану, дүние көрсету, сен бердің, мен бермедім, сен неге бермейсің, сен қатының жаман деп бірін шұқу дауға болатын болса, онда бермей қойыңыздар. Сәждеде тілек тілеу дегенді түсіндіріп бересіз бе? Сәждеде тілек тілеу деген сөз Құранда келген кез келген аят дұғаларды оқысаңыз сол дұға болады. Қайтар емес деген, кешіре алмай жатырмын дегені ғой. Жоқ, бай қайттымыз, қайтпады ма? Мен түсінбей атқам сол. Өз күйеуінен, мен бәрі жан ашып отыр саған. Өз күйеуінен. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Подскажите, пожалуйста, самые сильные действия, чтобы
увеличить иман, начать намаз и больше никогда его не бросать. Такого золотой кнопки нету. Во-первых, каждый человек, каждый индивид. У каждого свои изъяны, у каждого свой нафс, у каждого свое стремление, у каждого свое понимание и у каждого свои прихоти и похоти. Поэтому, исходя из этого, и каждому человеку должно быть разносторонний подход. Теперь, чтобы намаз не пропускать, в первую очередь, самое главное, это действенный метод, с кем вы общаетесь. С кем вы общаетесь, какой у вас круг. Если ваши друзья двое, они безбожники, то третьим безбожником станете вы. Однозначно. А если ваши два друзья, с которыми вы дружите, тесно, близко общаетесь, они являются пьющими людьми, то третьим алкоголиком станете вы. Точно так же будет она продолжаться. Если те люди, с которыми вы общаетесь, держите связь, они хорошие люди, то есть я имею в виду в кавычках поклоняющиеся люди, то третьим поклоняющимся человеком, который не пропускает намаз, автоматом становитесь вы. Поэтому человека делает его окружение, с кем он общается. Мы отчасти многое часть воспитания берем от них. Поэтому, в первую очередь, отсейте свое окружение. И тогда будет более правильно. Я не говорю, что вы не должны общаться с теми людьми. Нет, вы должны общаться также с кафирами, с немусульманами. У нас в общении проблем никогда не должно быть. Но относительно дружбы, тесного отношения, вы должны иметь таких людей, которые больше наставляют вас. Почему? Потому что дерево от дерева питается цветом, листьями, понимаете? Точно так же человек человека питается словами, обществом, тесными отношениями. Поэтому возьмите себе во главе одного устаза, всегда равняйтесь на него. Конечно, самый наиглавнейший устаз для нас, устазы всех устазов, это наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Точно так же сподвижники. И это в качестве книги из ныне живущих людей сделайте себе одного устаза. То есть не кумира. Этот человек тоже грешный. Многие наши люди ошибаются относительно имамов, думая, что они безгрешные. Они чуть ли там ангелами видят. Нет. Если он ангел был бы, давно умер бы. Поэтому этот человек, будь то устаз, будь то имам, мулла, не знаю, кем бы он там ни был, каким бы ученым, трижды 10 ученым, это в первую очередь человек. А человеку свойственно быть ошибки. Понимаете? Поэтому многие люди думают, что имам должен быть безгрешным, там, чуть ли святым человеком. Над головой у него чуть ли должно висеть облачко. Нет, такого не бывает. Мне приснилось, мне приснилось, что я в большом казане варятся несколько змей, и я собираюсь их съесть. Ого! Знаете, вообще, такие сны лучше не аргументировать, не писать. Но раз уж написали, я вам скажу, что это слова, злословие, гайба, то есть пустословие даже в какой-то мере, которым вы заняты. И вот это то, что вы едите, это есть те плоды, которые кто-то говорит о ком-то, о вас что-то, вы тем самым отвечаете им тем же. Это в большинстве случаев родственники, либо ваше окружение. Мен баламды сүннетке жатқыздым. Құран оқытқан дұрыс па? Жоқ, шарт емес. Реке, сіздің мешіт ауласын, болмаса мешіттің өзін қалай кеңейтуге болады? Сыймай жатырмыз. Сіздің уағызыңызға жан-жақтан келіп адамдар саны өте көп. Мүмкіндік болса бас мешітте уағыз айтсаңыз қалай, дейді. Енді ол мен өз мешітімнен жібермейді, мен өз мешітімдемін, ол жаққа бара алмаймын. Осы мешіттің өзіне талайдың өкпесі қиналып жатыр, желкелері тағырылып. Енді далада амалдаймыз, енді оны ойланып жүрмін, әкіммен хабарластық. Біз бұл машинаны жасап жатырмыз, бұйырса енді бір кеңейтудің мәселесін ойлаймыз. Парковка жағынан шығарамыз ба, тағы да енді сөйтеміз. Амалдарымыз. Құдайдан сұрай беріңіз, үлкен мешітке имам болсын деп.
мүмкін болып қалар. Аллахтың қолында. Сіздердің дұғаларыңызда. Айтып беріппен баяғыда Шығыс Қазақстан облысының мешітінде имам болған ғой. Соның кейін Өскеменде. Sen Өскеменнен бір жігіті келіп көріпті да мені. Ол өзі Алматыда бір ауылда тұратын бала. Соны ауылда мешіт соғылып жатқан екен. Соны дұға қылып төс. Құдайым, осы нұрлан имам сол біздің мешітке келсін деп. Сонымен айланып, анда кеттім, мында кеттім, айланып, тура Құдайдың құдіреті соның кішкентай ауылына имам болдым. Содан кейін жаңа жігіт келіп намаздан кейін маған өзі келіп айтады, мен дұға қылғам дейді. Бәленбай жыл бұрын дейді. Осы менің мешітіме сізді келсін деп дейді. Айттым, сен екенсің ғой құртқан бәленің бәрін. Мен анау құртты, мынау құртты деп жүрсем, сен екенсің, сен дұғаға, сен өзі басқа бір нәрсе дұға қылсайшы, өзі басқа бір дұға жоқ болса қам, реальный дұға, сол сияқты дұғаңыз қабыл болса, кім біледі? Алланың қолындамыз. Адамның басы Алланың добы, кеткен жерге кете береді. Аман болыңыздар, Құдайым жақсылық берсін, дендеріңіз сау болсын, Құдай ырысты қылсын сіздерді. Аман болыңыздар, жақсылықтың жаршысы болайық, аман болайық. Ассаламу алейкум рахматуллах.